Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге криптовалютаны қалай сатып алу керек екендігін және де сату керек екендігін үйретем. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер, керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайындар, криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта дегеніміз ол интернет ақшалар, цифрлы ақшалар. Сол жайлы толық мағлұмат алғыңыз келсе, төменде сілтеме тұр, соған өтіп оқып алсаңыздар болады. Бұл Binance платформасы. Бұл платформа ертең жабылып қалады, немесе банкротқа ұшырайды деп қорықпаңыздар. Мен бұл платформаны қатты жақсылап зерттедім. Ондай оборотында пәленбай миллиардтар жатыр, оған еш қорықпай қойыңыздар. Төмендегі сілтеме бойынша өткеннен кейін осындай бірінші бетке түсесіздер. Түскеннен кейін регистрацияны басамыз. Регистрацияны басқаннан кейін бұл жерде екі түрлі регистрация бар. Бірінші электронды почта арқылы, екінші телефон номері арқылы. Бізге бұл екеуімен де ыңғайлы, бірақ бұл жерде жаңа телефон арқылы тіркелетін кезде бұл жерде шамалы қиындықтар бар. Осыны айтып түсіндірейін, өзім басымнан өткеннен кейін. Бұл жерден тіркелетін кезде Қазақстанды іздемей қойыңыздар. Бұл жерде Россияның форматымен кіре береміз. Бұл жерде біздің телефон номерлерімізді қабылдай береді. Алтел, Теле2, Актив, бәрін қабылдай береді. Мына жерге телефон номерімізді жазамыз, мына жерге паролімізді жазамыз. Мына жерде міндетті түрде Крейдер деп тұру керек, өйткені сіздер менің менің сілтемем бойынша өтіп тұрсыздар. Бұл жерде мен сіздерге 5% скидка дайындап қойғам. Сол үшін осыны мұқият қараңыздар. Мына жерге телефон номерімізді, паролімізді мына жерден Крейдер болған көргеннен кейін создать аккаунт дегенді басамыз. Қазір мен өз аккаунтыма кіріп алайын, күте тұрыңыздар. Осылай кіріп болғаннан кейін екінші осы бетке түсесіздер. Бұл бетте түскен кезде бұл жерден двухкратный верификация сұрайды. Двухкратный верификация дегеніміз жаңағындай сіздерден верификация сұрайды. Бірінші жаңағы электронный почта, екінші номеріңізден. Екеуіне де бірінші электронный почтаңыз жазасыз, одан кейін телефон номеріңіз жазасыз. Екеуіне де бірдей код келеді, сол кодты теріп верификацияны өтесіздер. Бұл жерде менің білуімше, ұмытып қалмасам, Face ID сұрауы да мүмкін. Face ID-ді өзіңіздің телефоныңызға Binance-ті тартып аласыздар. Бұл неде де бар, Google Play Market-те, болмаса App Store-да да бар, екеуінде де бар. Сол жерден Binance-ті тартып аласыздар. Тартып болғаннан кейін, сонымен VIT-ді басып, жаңағы телефон номеріңізді немесе почтаңызды, пароліңізді жазып кіресіздер. Кіріп болғаннан кейін, мына жерде верификацияда өзі компьютерный неде Face ID өтетін кезде QR код шығарып береді. QR кодты қалай енгіземіз? QR кодты кіріп болғаннан кейін, мына жерде Binance-тың телефон программасының ішіне кіргеннен кейін, мынаны басамыз. Мына колокольчикті өздеріңіз байқайсыздар. Мына оң жақ жоғары жағында колокольчик бар, оның қасында төрт бұрышты ортасында сызығы бар. Соны басамыз. Оны басып болғаннан кейін сол QR кодты сканер жасаймыз. Сканер жасап болғаннан кейін сол жерден Face ID өтеміз. Face ID өте оңай. Сол үшін двухкратный аутентификацияны өткеніңіз дұрыс. Енді балансты қалай толтыру керек екендігін көрсетем. Ал ағайындар, мына Binance двухкратный аутентификацияны өтіп болғаннан кейін, мына жерге купить криптовалютаға мышканы апарамыз, P2P торговляны басамыз. Бұл жерде минимум 5000 теңгеден басталады. Ең төменгі 5000 теңгеден төмен бұл жерде сатып аламайсыздар ештеңе. Бізге ең ыңғайлысы биткоин. Мына жерде биткоинді басамыз. Басқаннан кейін, мына жерде бірінші рубль болмаса ает деп тұрады. Осы жерден КЗТ деген таңдаймыз, теңге. Все способы оплаты тұрады. Ең өзі минимумнан басталады. Мына жерде қарасақ, аттар тұрады. Bitmama деп тұр. Мына жерде 84 ордер жасаған, барлығын 100%-ке орындаған. Осы кісіден біз қазір биткоин сатып аламыз. Купитті басамыз. Басқаннан кейін 5000 теңге деп жазамыз. Купить биткоин. Қазір барады. Сол кісіге 5000 теңгені аударып жібереміз қазір. Қалай болатынын көресіздер. Жақиянова Райхан номері, карточкасының номері
осы міне көрдіңіздер ма, осы 29 минуттың ішінде біз төлеп үлгеруіміз керек тамыз. Қараңыздар. Каспиге кіреміз. Каспиге кіргеннен кейін переводты басамыз. Переводтың клиенту Каспи, карта, номер картасын жазамыз. 4400 430 117 846 607 4400 430 екен ғой, 490 деп жазармын. Мына Райхан жы 5000 теңге аударамыз. Перевести, подтвердить и перевести. Оплатить ордерді басамыз. Я принимаю. Енді ана кісінің 15 минуттың ішінде міне өзі де перевод поступил деп сообщение жіберді. Енді осы кісінің несін күтеміз? Подтверждениесін күтеміз. Кешірім сұраймын, камерада запись басуды ұмытып кетіппін. Міне көріп тұрғандарыңыздай перевод болды. Енді менің балансымда міне осыншама биткоин тұр. Міне ағайындар, жаңағы P2P мен пополнение жасап болғаннан кейін бұл жерде, мына жерде P2P аккаунт міне. Осы жерде биткоинның саны тұрады да, количествосы, бағасы, қанша биткоин бар екен. Соны перевод жасаймыз. Перевод жасағаннан кейін міне из P2P для Fiat и Spot. Осыған қарай, мысалы, қазір биткоин дейміз. Мына жерге қанша биткоин бар, мына жерде өзі көрсетіп тұрады. Болмаса міне использовать максимум сумму. Осын басамыз и подтвердить. Одан кейін болды. Одан кейін, мысалы, керекті бұл жерде енді торговляның 4 түрі бар, 4 өзінің валютасы бар. Мысалға міне BNB-дің валютасында міне WIN деген криптовалюта бар, мысалы COST деген криптовалюта бар. Бұл жерде бар криптовалюталарды, мысалы мына биткоиннің ішіндегі криптовалюталардың ішінен таппайсыз, өйткені өзінің әрқайсысының разделы барды бұл жерде. Мысалы BNB-дің өзінің разделы бар, биткоиннің өзінің разделы бар, и AltS-ның өзінің несі бар, жаңағы міне Ripple бар, Ethereum өзінің нелері бар да. Осы жаңағы перевод арқылы, мысалы жаңағы перевод жасадық қой біз, сол арқылы осы кошелектарды толтырып аласыз. Егерде мысалы бір тиынды сатып алатын болсаңыз, мысалға мына жерде мен Dogecoin сатып алғым келіп тұр, міне биткоинға купить деп тұр, міне купить Dogecoin ценасы міне мына жерде ең соңғы тұрған қатарды, мына жерде сатып алатын болсақ мына қатарға қараймыз, сататын болсақ мына арада сататын болсақ мына қатарға қараймыз. Біз қазір енді сатып алуымыз керек, сол үшін осы қатардағы ең соңғысын іздейміз, өйткені ең соңғысында жақсы бағалар береді да бізге. Осыны басамыз. Басқаннан кейін количество несі Dogecoin 20 Dogecoin сатып алғым келіп тұр. Басамыз. Ордер не выполнен дейді. Неге? Қазір 1 минут. Өзінің шектеулісі бар екен бұрада айтпақшы. Міне көріп тұрсыздар. 57 Dogecoin сатып алайын деп тұрмын бұл жерде. 2,5 теңгеге сатып алам. Өзінің жаңағы көріп тұрсыздар несі? Минимальный суммасы жаңағыдай пополнение болмаса жаңағы сондай сияқты да. Определенный суммаға жетпейінше Dogecoin сатылмайды да маған. Сол үшін міне биткоинның бағасын өзгерттім. Ең әдемі не бастым. Мына жерде керек Dogecoin. Жоқ, міне қараңыздар. 57 Dogecoin сатып алуым керек болып тұр. Міне осыны басам. Ең әдемі баға. Ең әдемі баға мен үшін. Қазір. Купить Doge деп бастым. Енді тағы да жетпей тұр. 173-ті басамыз.
57 дейміз, 58. Купить доджи. Енді міне покупка ордері шықты. Міне история ордеровқа басамыз. Открытый ордера неге жасалмады? Қазір 1 минут. Сделка жоқ бізде. Неге? Міне ағайындар, Dogecoin сатып алынды. Өздеріңіз көрдіңіздер жаңа қалай сатып алғанымды. Енді біз кошелегімізді тексереміз. Біздің кошелегімізде неше Dogecoin бар екен, неше биткоин қалғанын қазір көреміз. Қараңыздар. Міне биткоин да бар, міне Dogecoin да бар, и мен теңгемде тұр. Осы теңгені қазір шығарып алуым керек. Оны да көрсетем. Міне основной неге кірдім? Кошелекқа кірдім. Кошелегімде міне қазір көресіздер. Міне Dogecoin 57 Dogecoin. Қалған биткоин міне. Осылай міне сатып аламыз, өте оңай. Бұл менің болашаққа деген былай келгенде инвестициям. Өйткені Dogecoin'ді қазір Elon Musk хайпавать етті, Snoop Dogg хайпавать етті. Енді бұдан кейін енді Dogecoin тек қана өседі деп ойлаймын 1-2 жылдың ішінде. Бір Dogecoin енді құдай қаласа бір 3-4 мың тұрып қалуы мүмкін. Осы ағайын жаңағындай регистрация жасаймыз. Бірінші регистрация жасаймыз. Екінші верификация өтеміз. Үшінші P2P-ға кіріп биткоин сатып аламыз. Төртінші осы керек монетамыз сатып аламыз. Керек монетамыз егер шықпаса, биткоинда болмаса, USDT жаңағы BNB жаңа көрсеттім ғой разделдерді. Соның ішінен іздеп көреміз. Егер солар болса, мысалы биткоинға толтырдыңыз ғой, биткоинді жаңағы керекті разделдегі тиын бар ғой, соған сатып аламыз да, и сол тиыннан жаңағы керекті жаңағы криптовалютамызды сатып аламыз. Міне осы 4-ақ не қадам болды. Осында инвестиция жасап отырмын. Барлық сайттар видеоның астында сілтемеде болады. Барлығы көріп тұрсыздар, міне өз көз алдарыңызда. Ешқандай бұл пирамида ештеңе емес. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жай ғана инвестиция да бұл. Болашаққа деген. Енді құдай қаласа келесі видеомда мен сіздерге потенциалы жоғары, мына жерде блокнотта жазып қойған, міне потенциалы жоғары нелер, жаңағы криптовалюталар, осыларды сатып алатын боламыз. Сол үшін каналға тіркелеміз, каналға жазыламыз ағайын. Максималды түрде поддержка көрсетіп жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Крейдер, қош сау болыңыздар.